Саламатсыздар ма көрермендер? Осындай Алладин ертегісіндегі джинді қалай жасағанымды көрсетемін. Кішкене болса да сіздерге көмегім тисін деп. Сіздер де жаңа жыл қарсаңында өздеріңіз өз қолдарыңызбен қуыршақ жасап алуларыңызға болады. Адам басын жасауды бірінші поролоннан выкройкамен 8 қиықтан осылай бастаймыз. Көзін ойып, аузын ойып, көзінің үстіне мына дугаларын жасаймыз. Одан кейін барып, оның үстіне былай бүйтіп келеді. Енді қуыршақтың бетіне кішкене болсын поролон жабыстырып келтіреміз. Күлген түрін, мұрны, бәрін орнына қойып көреміз. Аузы еріндерін де жасап. Енді осы жерден бастап, міне, қырынан қарап, алдынан қарап, барлық жағынан қарап, бетінің қатты шығып кетпеген, мұрны тоже орнында тұрғанын бәрін ақындап келтіре береміз. Сосын міне барлығын кесіп орнына келтіріп болғаннан кейін осының бетін полностью 0,5 миллиметрлік поролонмен жауып шығамыз. Түгелдей мына дефектілері көрінбей қалады, әдемі бет болып шығады, теп-тегіс болып. Енді матасын лайкра деген мата бар, созылады. Бифлекс, бірақ лайкра жақсы, ол жан-жағына созылады. Сонымен қаптап бірінші көреміз. Болады ма, болмайды ма? Қай жерден тілу керек, қай жерден тігу керек деген сияқты. Көзін тіктік, мұрынын тіктік. Енді мұның бәрін жазылу керек. Бүйтіп аузына қарай тартып жазамыз. Енді көзінің айналасын тігеміз, аузының айналасын тігеміз. Мұрттарын бәрін келтіріп, жабыстырып, клеймен дайындай береміз. Сол, одан кейін барып көзге кірісеміз. Көзін жасауға мен алдыңғы видеоларда көрсетіп кеткенмін, көзін қалай жасау керек екен. Сол видеоларды қарасаңыздар болады. Мына жерде міне көзімен ол көреді. Барлығы көрініп тұрады, осы көзінен қарап тұрады. Аузында ашық, ол жермен дем алып тұрады. Құрметті көрермендер, менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Келе жатқан жаңа жыл мейрамдарыңызбен. Осы жиын барлық тілектеріңізді орындасын.